Алматыдағы Барс автокөлік базары орташа бағадағы көліктердің бағаларын көрсетуді жалғастырамыз. Көлікпен күтіп тұра асығып тұрған сияқты. Ал бастайық. Мына жерде жарқырап эпидемиолог Lexus тұр. Негізі Lexus әдемі көліктер ғой, жарқырап. Ішінде бұндай панорамасы бар екен. Так, бағасын айта бер, Гүлке. 2005 жылы объем 4,8 саудасы бар дейді. Іші былғары. Телефон 77 774 68 408-ің 4 миллион жарым ба? Ай, осындайлар жаман күшті қылып көрсетейін деп отырсың ғой. Машина күшті деп айтайын деп отырсам, мынандай шығатты алдынан. Аны тығып қоймайсың ба? Мына қара енді, іші мынау енді, бұлай сыртынан қарағанда жақсы екен. Сосын тек, ой, керім екен деп айтайын деп отырдым. Жақсы, енді саудаласамын десеңіздер, аламын десеңіздер, жаңа нөмірге қабылдаса қоярсыздар, мына нөмірге. Сол жігіттің машинасы екен, Murano деген Nissan. Бұл қалай өзі, ерекшелігі не? Японская, вся целая машина, не битая. Мен ұрылмаған, соғылмаған. Япониянікі дейді. 2006 года. Ал көрейік. Ішкі жағдайы осы. Сыртын бір айналдырып шығайыншы, алыстан көрсетейін. Murano деген. Томпақ әдемі. Енді Ниссандарды негізінде әдемі қылып шығарған ғой кезінде. Қазір таныстырамыз, бағаласымен 3 миллион 700 теңге сұрап тұр екен, саудасы бар дейді. 2006 объем 3,5, телефон нөмірі осы. Мынандай американский минивенді бірінші көріп тұрмын. Крайслердің тұқымдары дейді ғой. Дольче караван дей ме? Дольче Гавана деп қойсайшы. Сондай Крайслер деп жазып тұр бұл жерде. Бірақ бұл жерде атын Дольче караван деп тұр да. Қазір бағасын Гүлкен айта берсін. 2002 жылғы объем 2,4 автомат, бағасы 2 миллион 800, телефон 705 831 43 74. Ал жағдай осы, ішін бәрін көрсетіп жатқан ерекше машина осы. Газбенде жүріп дейді. Бензинде бар, газде бар ғой яғни. Ал осы Дольче караван деген. Машинаны алып бара жатқан сияқты айдап барады да, иесіне кеттік отыршы деді ғой. Да? Өтіп бара жатыр екен. Өтіп кетті. Ана басқа адам сұрап еді. Өтіп кетті. Мынау Мерседес. Қара Мерседес 2001 жылғы 3 миллион 750 дейді. Түсірем дейді. Жазып қоямын ба? 750 уступлю дейді. Телефон түсіреді ол любой. Айта берейік. 77 242 5303. Любой машина бағасын түсіреді ғой базарда. Қазір өтіп жатыр дегенмен де, қазір сезоны өтті. Қазір өтіп жатыр да. Бір-екі аптадан кейін қалай болатынын көреміз. Бірақ бүгін енді машина жақсы өтіп жатыр. Мынау кім? Murano ма? Honda емес па? Mazda, Mazda ма? Иә. Не, мен түсінбей жоқ. Жоқ, түсіресің ба? Түсіріп жатырмын енді, айта бер. 2007 жылғы автомат, бағасы 4 дейді. Телефон 702 684 25 84. Ал осы Mazda. Гүлкен мен түсінбей тұрған. Қатарынан минивендер тұр екен. Старикс, аржанда Альфредтер тұр, е? Қазір танып шығайық. Так, Старикс не деп тұр екен? Старикстер неше адам тұр осылар? 8 адам ба? Қойшы, 12 орын ба бұлар? Водителіме 12, 11 адам салып болады екен осында. Осы Старикс деген. Бұл енді бағасы кішкене жоғарылау шығар басқаларға қарағанда. Шындай Старикс дейді, алыстың көрсетейін бе? Үлкен машина да? Азмая Гүлкен не қарап тұрған? Телефон қарап не қарап attığını көрсетейін бе? Гүлкен не қарап attığını көрсетейін бе? Комментарий қарап ат? Ненің ютубта комментарий еді ме? Гүлкен міне базарда жүріп тұрды. Комментарийлерді оқып атты. Менің бойым не керек екен, жұтқа? Ал дейді? Если не секрет, скажи жены, рост сколько сантиметров дейді? Менің бойым не керек қызық болып тұр екен, ал 152 сантиметр, ал не істейсіздер? 152, неге айтып қойдың? Айтпай керек еттейін бе? Ой, көрсін. Неге 6 миллион 800, 2010 жылға газ бензинмен жүреді екен. Уже жігіттерге таң қалам да, қатын ұқсап бәрін сұрап. Қатын ұқсап? Сондай болып тұр. Ондайларға нағыл дейсің? Юбка киіп алсын ба? Юбка киіп алсын ба? Бәрібір ғой ма, жаза берсін. Жоқ, юбка киіп алып жатсың да онда. Юбка кие берсін, я. Юбка, көйлек. Так, мынау не? Жаңа айтқан бұл Альфред
Альфредтің жағдайы мынау еш. Бұлар енді 7 орындық. Рөл оң жағы екен. Қазір, оу! Көріп атыр, екеуі де сіздікі ма? Мына екі Альфредте бір адамдікі. Газбен жүреді дейді. Ағы бар, қарасы бар. Қазір екеуімен де танысамыз. Ақ Альфредтің жағдайын көрсеттім қазір. Бағасын білейікші. Неше деп тұр бағасы? Білекін комментарийді әлі қарап атыр. Автобустар, минивендер жайлы түсіндіріңдер дейді. Міне минивен түсіріп 9 жатыр. миллион 300 2007 жылы. Объем 3 дейді. Телефон нөмірі осы. Газ, бензин. Мына енді қара Альфредті де көрсетіп өтейін. Минивен түсіріп жатыр ма? Не қазір минивен түсіріп жатыр? Минивен тұрапты, автобус тұрапты. Автобус енді базарда бола қоймас, болса көрсетеміз. Ол ана жақ қатарда бар. Келесі видеодан көресіздер. Мынан бағасы жазылмапты ғой. Жылы қайда, бағасы қайда? А? 9 миллион 300. Жылы ше? Бірдеме екеуі? Енді бағасы неге бірдей енді деп қояды екен дейді. Бағасы бір дейді бірақ та. Жаңа нөмірге соғамыз ол? Жаңа ақ Альфредтің нөміріне соғасыздар. Бағасын түсіреді ғой ол дейді. 6 дегенмен де. Мына Toyota'ны да көрсетейік. Toyota алмасымен бірге сатылады екен, а? Әлі комментарий оқып жүр ғой. Прикол ұстап. Күшті комментария жазып тұрыңыздар, достар. А? Күшті комментариялар жазып тұрыңыздар, достар деп жатырмын ғой. Иә, жақсы жақса. Оқиды, жаман жазса. Сізде осындай видеоға ақша төлей ме дейді. Осындай видеоға ақша төлей ме? Так, мінекей. Toyota'ның іші. 5 миллион 600 ба? 5 миллион 600 деп тұр. Телефонның мынау. Алманы қосып берем дейді де. 2-де 4 объемы. 2006. Solaris. Hyundai. Қарай, үлгізі мен артынан не жүргенде? Машиналарды айтшы, машиналарды. 2011 жылғы объем 1,4 механика 3 миллион 800 саудасы бар. Телефон 747 329 4457 дейді. Комментарийлерге прикол ұстау үшін бе әлі? Комментарийлерге прикол ұстау үшін бе әлі? Не алды? Тәте дейді да? Иә. Енді, жауап бермедің мен. Жоқ, мен түсіріп атқаным. Так, мына Кияны. Заводской газ 2014 жылғы объем 2 автомат, бағасы 6 миллион 900, банк арқылы болады. Телефон 707 444 3109. Бұл кабес екен ғой да айтпақшы да? Кабес боласын. Банкпен болады дейді. Мәссам, базардағы машиналарда да банкпен болады деп былай жазып қойған. Ал базарда да бар банкпен алам десеңіздер. Мына Toyota'ның түсі әдемі екен де? Да? Кәдімгі ерекше болып көрініп тұр. Камерамен білініп тұр ма сізге? Toyota 30 дейді. 30 па? 2001 жыл, объем 2,4 автомат, бағасы 4 миллион 400. Телефон жоқ екен. Бұны көрсеткен жоқпыз ғой да манада? Жоқ. Жоқ, бұл 30 көрсеткен жоқпыз. Алыстан өзі жетші. Жақсы болып тұрген шек-шек кәдімгі гүмпиіп. Ал үлкен бағасымен телефон нөмірін бәрін айтты. Мында ерекше көліктерді көрсетіп кетейік енді. Сіздерге ал деген сөз емес, бірақ көрсетіп жатқан дөңгелегі мынау екен. Ше мынау оң жақ рөлде 4 адам ғана отырады деймін. 3 адам сыймайды ғой қысталып. Белгілі кішкентай адам болмаса 95 жылғы екен. 2 миллион 700 телефон нөмірі мынау. Гүлөке. Че там? Ау. Иә. Ал дейді? Ютубқа түсіріп жүрсіздер ғой, подпискамыз дейді. Біздің подписчиктер көп негізі. Жақсы ғой. Так, мынау не? Руинер ма? Жоқ, мынау Toyota кім ғой? Кім еді мына? Ипсон ба? Ипсон екен ғой. Ипсон, Toyota Ипсон. Мына Ипсонның ана алдыңғы бампері керек, қайдан алуға? Бағасын айттың ғой үлке? Жоқ. Өзім айтып берейін. Срочно сатылады дейді 96 жылға 3 миллион 150 мың теңге дейді телефонның осы. Түсірем деп тұр. Mitsubishi кімде де? Lancer да? Lancer жалтырап тұрген. Моторына дейін ашып қойыпты. Ақпайды танбай ма ешқандай? Жалыбы жоқ па? Сылдап тұр дейді. Сылдап тұр дейді. Гүліге қалайғы тексеріп алуға болады машинаны?
бір тебесің ғой, сосын сосын үстіне мініп алып секіресің. теуіп қарап секіріп қарап тексеріп алсаңыздар да болады деп тұр. Есті өзі солай деп мақтап тұр енді машинасын. Сол мақтағасын мақтауға тұратын болғасын көрсетіп хозяин отқаным. Бір хозяин дейді. Еще қай жылдан бері? 2007. 2007-тен бері бір хозяин ба? Өзі 2007-те шықты ма? Қой салон алдың ба не? Европейс 2010-да келді содан бері. Қазір телефон көшті мен. Қараңыздар. Телефон нөмірі мынау. Бағасы 3 миллион 350 теңге сұрап тұр. Как новый один хозяин дейді ал. Манады теуіп қарап білу керек енді. Hyundai Elantra деген көлік. Бұл деген свежий келіп тұрған сияқты. Грузиядан келіп тұр екен. Транзитінің нөміріменен тұр. Қазір бұл транзиттердің бағасы қанша екенін де білеміз. Ал кет, көрейік. Қап-қара әдемі екен негізінде Elantrалар. Қазіргі новый Elantrалар да бар ғой. Жылы кішкене ескілеу сияқты. Қай жылы? Бұл уже комментарий емес, сен уже сөйлесіп кеткен сияқтысың телефонмен. Ана бара, тоқтадық қояды, ал жақсы істетпейді. 6 миллион 299 мың дейді. Ал 884 миль жүрілген объем 2 телефон нөмірі осы ал. Ең білеміз бар машина бірінші көріп тұр. Infiniti'дің тұқымдары деймін да осы да қараш. Infiniti'ский ма? Кім дейді? Роке кезет дейді. Қалай? Қуеке кезет? Қазір көреміз неге. Шынымен айтшы дұрыстап. Білмеймін, жазылмаған. Таныстыршы енді. 2013 жылғы объем 1.6 механика 4 миллион 500 мың. Телефон 701 557 35 63. Кім мынау? Рено ма деді мынау? Рено ма? Рено ма? Бүгінгі базарда минивендер көп екен, кәдімгідей толып келіпті. Бәрі бір жақтан бір алып келді ау. Грузияға минивен жоқ кеткен жоқ па екен осы? Ал мінеки. Қазір бірнеше өтір, үшеу ме төртеу ме өтір. Мыналар оң жақ рөл бірақ та. Мынау. Кім, Альфред па? Иә. Да? Альфред. Иә? 2010 автомат, объем 3.5, полный привод. Неше дейді? 12 миллион дейді. Телефон 777 726 95 12. Ана жақта мына 9 миллион түн көрдік қой. Салыстырып көріңіздер. Ана жерде бір 8 миллионға беремін деп жатыр. Қай жерде? Саудаласып отыр ма? Иә. Ал бүгін кәдімгідей Альфредтер жоғын. Мынау Альфред емес қой. Кім мынау? Альфред па болды? Да, Альфред екен. Так. 11 миллион Оң дейді. руль. Сол жақ руль бар ана жерде тұр. Қоштап. Ау. 2008 11 миллион дейді. Осыны 8-ге берем деп тұрған? Жоқ, анау сияқты. Ананы сол жақ руль 8-ге берем деп тұр ма не? Осы мына Виларис ба қалай? Сондай ғой. Так, көрейікші мына Альфредті. Альфред бұлға жыл екен. Бәрі бір адамдық сияқты да? Так, қазір. Асын білеміз. Шынау. 2008 9 миллион дейді. 9 миллион? Осыны айтып тұрған 8-ге берем деп. Мына рөлдерін көрсеттің ба? Біреулері оң жақ, біреулерінде сол жақ. Бәрі оң жақ қой. Жоқ, сол жақ дегенде бар. Мынау сол жақ. Мынау сол жақ. Ана екеуі оң жақ. 9 миллион деп тұр, 8-ге берем деп жаңа саудаласып жатыр. Мына Toyota'ны көрсетіп кетейік. Қанша деп тұр? Toyota Avensis. Бензинмен жүріп жазып қойды. 2006 жылғы 4 миллион 700, объемы 2, бензин, механика. Телефоны 707 303 58 88. Үлкен шаршап қалған сияқтысың. Жақсы, осы видеоны аяқтайықшы осымен. Давай ма? Әлі комментарий қарап жүрсің. Ал достар, біздерге лайктарыңызды аямай басып отырыңыздар. Біздер сіздерге күшті көліктерді көрсетуге тырысамыз. Сосын таратып, тіркеліп отырыңыздар. Рахмет. Күлкіңнің арманы 100 мың подписчикке жету. Иә.